Саламатсыздар ма балалар, менің сабағыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Олай болса 4-ші параграф Артемидия ғибадатханасы. Мәтінді оқып, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар. Ертедегі шығыс мәдениеті тарихында айрықша орын алатын қалалардың бірі Иония гректерінің қаласы Эфес. Осы қаланың әлемге кең танылуының бір себебі Артемида ғибадатханасына байланысты болса керек. Ғибадатхана біздің эрамызға дейінгі 6 ғасырдың орта кезінде салынды. Архитекторы Херсифон еді. Ғимараттың сыртқы және ішкі салтанаты жайында ертелі-кеш жазылған кітаптарда есеп жоқ. Ол ғибадатхананың аты әйгілі болуын Геростраттың есептігі тиген. Өмірінде есте қаларлықтай ештеңе істемеген мансапқор Герострат деген кісі өз атын тарихта қалдырғысы келіп, орны толмас зұлымдыққа барған ғой. 100 жыл бойы көрген кісінің көзіне қуаныш, жүрегіне ләззат, ақылына жылу берген ғимаратты осы Герострат өртеп жіберді. Бұл біздің заманымызға дейінгі 356 жыл еді. Эфес тұрғындары мансапқор жауыз Геростраттың мұндай әрекетке не үшін барғандығын білгеннен кейін енді оның атын атамауға, бір жолы ұмытуға шешім қабылдапты. Сөйтіп атаққұмар жауыздан кек алмақшы болады. Бірақ сол мансапқордың аты Герострат екенін біз де біліп отырған жоқпыз ба? Не себепті Эфес қаласының аты әлемге жайылды? Автордың айтпақ ойы қандай? Геростраттың әрекетін қалай бағалайсыңдар? Осыған байланысты қазақта қандай мәтел бар? Енді осыған жауаптарын айтайық. Бірінші, Артемида ғибадатханасы арқылы, яғни сол арқылы әлемге жайылды. Екінші, адам жауыздығы, ондағы адамның жаман бойындағы жаман қасиетін көрсеткісі келді. Үшінші, Геростраттың әрекетін қалай бағалайсыңдар? Яғни адамдықтан шығып кеткен ода өте жаман қасиеттер көп деген сөз. Мысалы, қазақта атың шықпаса жер өрте деген мақал бар. Екінші тапсырма, негізгі ақпараттарды пайдаланып мәтінге қарапайым жоспар құрыңдар. Жоспар. Артемида ғибадатханасы жайлы Геростраттың жауыздығы, Эфес тұрғындарының әрекеті. Үшінші тапсырма, әлемдік тарихи маңызы бар ескерткіштерді сақтаудың жолдары туралы Попс формуласы бойынша өз ойларыңды жазыңдар. Бірінші сөйлем, менің ойымша, өйткені тағы да бір айта кетерлігі, қорытындылайтын болсам. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, менің ойымша, ескерткіштерге арнайы бақылау қажет. Өйткені мұндай ескерткіштер тарихи маңызы зор. Тағы да бір айта кетерлігі, ескерткіштерді жиі қалпына келтіріп отыру қажет. Қорытындылайтын болсам, ескерткіштер бізден өткен тарихымыз, оны сақтау маңызды. Төртінші тапсырма, екі сөзден құралған қала және ескерткіш аттарын тауып жазыңдар. Талдықорған, Ақтау, Ақтөбе, Көкшетау, яғни Айша бибі кесенесі, Қарахан баба кесенесі. Бесінші тапсырма, орфографиялық сөздіктен бөлек жазылатын 10-15 сөзді теріп алып, сөйлем құрастырыңдар. Бас киім, темір жол, қыз бала, 17, жүгіре жөнелді, жәрдем ету, ат салысу, қас пен көздің қарасындай, сары шұбар, қара ала. Сөйлем құрайтын болсақ, сәукеле ұзатылған киетін бас киім. Біз қарттарға жәрдем етуіміз керек. Осымен балалар, сабағым аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.